Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Дала дүбірі Абай облысы Аягөз ауданы Ақтоғай ауылында. Санаулы минуттардан кейін біз сіздермен бірге керемет бәйгінің куәсі болғалы тұрмыз. 5 қашықтық бойынша бәйгі өтеді. Жергілікті тайлардың жарысы, одан кейін ашық тай бәйгі, одан кейін ашық құнан жарысы, одан кейін жергілікті Ақтоғай және Қопа ауылының аламан аттары алаңға шығады, және соңында ашық аламан бәйге. Аламан бәйгінің қашықтығы 18 шақырым, құнан 8 шақырым, тай 3 шақырым. Осы 5 бірдей бәйгені сіздермен бірге тамашалаймыз. Бізбен бірге болыңыздар, қызықтың бәрі алда. Құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызда Ақтоғай арғымағы 2026 Ақтоғай және Қопа ауылының тайлары жарыс алаңына шығып бара жатыр. Міне қазір тайлар бұрылды. Қазір төрешінің белгісінен кейін басталады. Міне айтып ау жиған жоқпыз. Жергілікті тай жарысы басталды. Жалпы жиыны 17 тай. Міне Ақтоғайдың шаңын көтеріп жүйткіп бара жатыр. Топ бастап бара жатқан 13-ші нөмір мен 2-ші нөмірді тай. Керемет жарыс, керемет қарқын. Енді осы тұста айта кетейік, бір айналым шабады. Сол себептен де біздің тайларымыз бар жылдамдықпен жүйткіп бара жатыр. Тынысы кең, осы уақытқа дейін дайындығы ерекше пысықталғаны тай қазір суырылып алдыға шығады. Өйткені қашықтық қысқа. Сол себептен үстіндегі шабандоздар тайларының басын тартпайды, тек қана тайларына тайқын тастап отырады. Әдеткі әдептері осында. Енді осы тұста біз тайлар таныстырып өтейік. 1-ші нөмірдегі Айтөбел, Шарипхан Әлижан, 2-ші нөмірдегі Холибой, Қабдолдин Нұржан, 3-ші нөмірде Торығыз, Бекежанов Медет, 4-ші нөмірдегі Самұрық аттың иесі Қасымов Төкіш, 5-ші нөмірі Айымзада, Қасым Төгіш 2 тай қосып отыр екен. Лашын Ығышев Айдос, Жұлдыз Хамзин Қайрат, 8-ші нөмірдегі Айторы Досаев Аян, 9-ші нөмірдегі Шапағат Дана Әлижан, 10-ші нөмірдегі Гаухар Тас Субратаев Еркебұлан, 11-ші нөмірдегі Тамирис Қоңыров Данияр, 12-ші нөмірдегі Гүлторы Қоңыров Думан ағайынды екен, 13-ші нөмірдегі Қарлығаш Тойлыбаев Бейсенбек, 14-ші нөмірдегі Айғасқа Абдрахманов Дәурен, 15-ші нөмірдегі Ақтанау Ахмет Жанов Қажыта иесі, 16-ші нөмірдегі Найзағай Кулов Аслан және 17-ші нөмірдегі Майбақ Садықов Талғат. Осы тұста енді бұған дейін шауып бәйге алып жүрген 3 тайымыз бар. Атын атап өтейік. 1-ші нөмірдегі Айтөбел, Шарипхан Әлижанның тайы, одан кейін Шапағат бар, Дана Әлижан және 10-ші нөмірдегі Гаухардас. Оның иесі Буратаев Еркебұлан. Осы 3 тай арасында тартыс болады деген атбегілердің болжамы бар. Десек те бақ шабама, бап шабама дейді қазақ. Бағы мен бабы қатар шапқан жүйрік бірінші келетіні анық. Міне біз айтып ау жиған жоқпыз. Міне тайларымыз соңғы 800 метрге жақындап қалды. Қазір көзіміз жетсе дүрбі салып көрейік. Қай тай бірінші келе жатқанын байқап көреміз. Барлығы да сары киім киген екен. Көзге ілініп келе жатыр. Міне жүйріктеріміз, құрметті көрермен. Қазір міне маңдайы жарқырап бір тайымыз шықты. Қателеспесек Тор тай болу керек. 2 тай ізін алып келе жатыр, біреуі қасқа. Міне қараңыздар, құрметті көрермен, Тор тай бастап келе жатыр, 2 тай ізін алып келе жатыр. Енді артында жетіп келе жатқан 2 тайдың қарқыны өте жақсы, сол себептен жетіп алуы да мүмкін. Міне құйрығым бұрап Тор тай келе жатыр. Құрметті көрермен, жирен тайымызда ізін алып келе жатыр. Арақашықтығы міне 5, 6, 7 метрге жуықтайды. Міне шауып бара жатқан құрметті көрермен, нөмірі 3 па, 3, 10 және де 5. 3 па, 10 ба, міне 10 қуып жетуге жақын. 3, 10, 3, 10. Әрине, Тор тай жеткізген жоқ. 3-ші нөмірдегі Торығыз, 10-ші нөмірдегі Гаухар Тас және Айымзада 3-ші орынға ие болды. Міне Гаухар Тастың шабысы өте жақсы болды, бірақ бірнеше кетіп бара жатқан Тор тайға қуып жете алмады. Сәйкесінше Торығыз Бекежанов Медеттің Торығызы топ жарды. Құттықтаймыз. Содан кейін ізін алып келіп жатқан тайлар бар. Олардың барлығын рет-ретмен жүлдесін сіздерге көрсетеміз. Енді осы
3 нөмірдегі торы қыздың толық ақпарат айтып өтейік. Торы қыз Бекежанов Медет өзі иесі, өзі бапкер екен, Ақтоғай ауылының арғымағы. Және бағана біз айтқан 10 нөмірдегі Гаухартас Буратаев Еркебұлан Арнұр Саматұлы Әтөннің тақымдаған жүйрігі екен, Қайырбаев Берікқан Қопа ауылының арғымағы. Және 5 нөмірдегі Айымзада Қасым Төкөш Серік Данияр Төкөш Ерасыл, ол да Ақтоғай ауылының арғымағы тайы. Енді керемет шабыс болды, керемет қарқын, енді сөз жоқ. Бастап келген 3 тайдың қарқыны да, шабысы да көңілге қонды. Енді осы Ақтоғайдың атын шығарған тайлар бар. Енді солардың ізін жалғайды деген үміттеміз. Осы тайларымыз, айта кету керек, осы Түркімен Бауыржан ағамыздың Ақбастау атты тайы болған, шығыстың алтындай атанып, автокөлік ұтқан, кейін республикалық жарыстарға қатысып, жүлделі орындардан көрініп жүрді. Дәл осы ауылдан шыққан, осы ауылдың тайы еді. Енді дәл осы жүлдеге ілінген тайлар сол Ақбастаудың ізін жалғасын, жолын бассын деген тілек айтамыз. Осымен біздің Ақтоғай арғымағы жергілікті тай жарысы аяқталды. Әрмен қарай біз келесі бәйге ойсамыз, ол ашық тай бәйге, яғни еліміздің әр түкпірінен келген жүйрік тайлардың жарысын бірге тамашалаймыз. Құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызға 3 шақырымдық жалпы ашық тай жарысын ұсынғалы отырмыз. Назарларыңызда міне төрешілер тайларды сөреге қарай алып бара жатыр. Қазір санаулы секундтардан кейін біздің тай жарысымыз, екінші тай жарысымыз басталады. Жалпы жиыны 9 тай екен. Енді қазір бүрешінің белгісі берілгенге дейін мүмкіндік болса біз тайларды таныстыра берейік. 1 нөмірдегі Аделя Қазбай Береке, 2 нөмірдегі Адият Арман Сариев, 3 нөмірдегі Жасмин Ғабит Үмбетов иесі, 4 нөмірдегі Айтөбел Бекболат Есенжолов, 5 нөмірдегі керемет Бершімбеков Қайрат. Міне құрметті көрермен, қазір 5 нөмірге тоқтадық, әрмен қарай қазір таныстыру жалғастырамыз. Десек те тай жарысы басталды. Міне қараңыз, 3 тай міне желдей жүйткіп шауып бара жатыр. 7 нөмір, 1 нөмірі және 4 нөмір. 1 нөмірдегі Аделя, 7 нөмірдегі Қарлығаш екен. Міне керемет жарыс, керемет қарқын. Енді осы бәйге келген, осы жарысқа келген көптеген атбегілердің назары 1 нөмірдегі Аделяда. Қазбай Береке, Жаңбырбай Темірлан, Қазбай Береке Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Еспе ауылы. Енді Аделя бұған дейін тай жарысына қатысып, бас жүлдені ұтып алған, автокөлік ұтқан тай, енді атағы шыққан тай деп айтамыз. Сол себептен де көпшілік сол тайдың шабысын бағып отыр. Міне қазір көзіме жетсе қазір көрейік. Міне 1-2 тай топ бастап бұратыр, 3-4-5. 5 тайдың қарқыны жаман емес, қалғанның шабысы бір қалыпты. Міне 3 тай қайтадан қосылды. Құрметті көрермен, 3-еуі қосылды. 3-еуінің де қарқынды, 3-еуінің де шабысы керемет. Біз 5 нөмірге тоқтаған едік, кереметке кеп. Одан кейін 6 нөмірдегі Ерке Торы, Рахымжанов Алмас, 7 нөмірдегі Қарлығаш, Тоқайұлы Бақытжан және 8 нөмірдегі Ақмаңдай Мақсат Нұрсағат ұлы. Міне 8 тайдың тізімі жазылған, 9 тай соңғы болып тіркелген. Сол себептен біздің қолымыздағы тізімде жоқ. Қазір жүлдеге ілініп жатса, нөмірі арқылы оның да атын атап түстейміз. Міне қараңыздар, керемет шабыс, керемет қарқын жүйткіп келе жатыр жүйріктеріміз. Міне айда кету керек бір айналым екенін. Сол себептен де құйындай ұшып келе жатқан біздің тайлары міне назарға ілікті. Алда кетіп бара жатқан 2 тайдың қарқыны жақсы, тынысы кең, аяқ алысы да көңілге қонып тұр. Сол себептен осы 2 тай арасындағы тартыс бола ма деген ой келіп отыр. Бірақ әлі де 700-800 метр бар екенін ескереміз. Сол себептен артындағы тайларымызда қуып жетуі бек мүмкін. Сол себептен де әліптің артын бағамыз. 2 тай міне топ бастап келе жатыр 2 тайымыз. Міне қызыл жүгендегі жүйрігіміз топ бастап келе жатыр. Жеке дара келе жатқан құрметті көрермен, міне
О, тортаймыз бірінші нөмірдегі Аделя. Қараңыздаршы, не деген шабыс, не деген қарқын. Міне, құрметті көрермен, көзді ашып жұмғанша тай жарысы аяқталды. Бірінші болып келген әрине Аделя. Бәрекелді құттықтаймыз. Қазбай Береке, шабандозы Жаңбырбай Темірлан және бапкерді Қазбай Береке. Міне осы жылдың жалпы көктемгі маусымның үздігі Аделя деп айтсақ болады. Екінші келген Жасмин, Ғабит Үмбетов ағамыздың жүйрігі. Үшінші болып келген, егер қателеспесе, керемет болу керек, Қайрат Бершімбеков тайдың иесі екен. Әрмен қарай ізін алып келген тайлар бар. Жалпы жүлдеге ілінген, жалпы жүлде алған барша тайдың иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Керемет шабыс, керемет қарқын. Осы беттен таймаңыздар, алдағы бәйгелерде бас жүлдеге ие болыңыздар. Біздің енді 3 шақырымға шақталған тай жарысымыз аяқталды. Әрмен қарай бәйге қыза түсетіні анық. Біз енді құнан бәйгені күтеміз, құрметті көрермен. Құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызда құнандар, бүгінгі күннің тұлпарлары деп айтсақ та болады. Ақтоғай арғымағы 2026 құнан бәйгі. Енді осы тұста қанша құнан қатысып отқан сіздерге хабарлап өтейік. Жалпы жиыны 24 құнан. Барлығын көріп тұрсыздар. Сайдың тасындай іріктелген жүйріктер міне жұлқынып тұр. Бәйгі тілеп тұр. Шапқысы кеп тұр. Міне барлығы көріп тұрсыздар. Шабандоздар құнандарының басымен алысып отыр. Қашан басталады деп жүрек соғыстарын бағып тұр. Қазір төрешінің белгісінен кейін құнан жарысы басталады. Міне төрешінің белгісі берілді. Құнан жарысы басталды. Құрметті көрермен, 8 шақырым 3 айналады. Міне, Ақтоғайдың шаңын көтеріп, біздің жүйріктеріміз жүйткіп бара жатыр. Бірден топ бастап кеткен құнанға назар аударайық. Міне, 4-ші нөмір ма, жоқ әлде 5-ші нөмір ма? 4-ші нөмір болу керек. Міне, басындағы бас киім кедер келтірген болу керек. Шешіп лақтырып кетті. Міне, қалғандар ізін алып кетті. Дінаман, міне, артымызға тағы бір үңіліп қойайық. Барлық құнан жарыс алаңында. Бұның өзі бір олжа. Осымен Ақтоғай арғымағы 2026 басталды. Жалпы жиыны жаңа ғана айттық. 24 құнан. Енді реті келсе біз таныстырып өтейік. 1-ші нөмірдегі Тұз. Атақты Тұз деген жүйрік бар. Дубайда шабат. Талай бәйгінің басы болған Тұз. Сол Тұз сияқты жүйрік болсын деп ырымдап қойған болу керек. Тұз деп қойыпты Шаханов Қайрат Пахриддинұлы иесі, шабандозы Алмат Пахриддин, бапкері Мерсалимов Азамат, Алматы облысы, Қарасай ауданы. 2-ші нөмірдегі Бұйрық Шарипхан Олжас иесі. 3-ші нөмірде Талисман Қабдолдин Нұржан. 4-ші нөмірдегі Байрақ Данияр Айнамқұлов. 5-ші нөмірде Көгершін Саят Қасымов иесі. 6-ші нөмірдегі Аққыз Ақылжан Салимов. 7-ші нөмірдегі Тасқын Асан Құрманғалиев. 8-ші нөмірдегі Аспархан Айдынов Архат. Аспархан сияқты аламанның алды болсын деген тілек ниетпен қойған секілді. 9-ші нөмірдегі Кербалақ Азамат Көсеубаев. 10-ші нөмірдегі Қарлығаш Исахан Жұмағали. 12-ші нөмірдегі Гүлшахар Қайырхан Қамзаұлы. 13-ші нөмірдегі Аягөз Бақыт Османбеков. 14-ші нөмірдегі Сүлік Қарақ Қайсар Еркінбек. 15-ші нөмірдегі Жұлдыз Құрманбек Ақубай. 16-ші нөмірдегі Құлагер Бекзат Жұмағалиев. 17-ші нөмірдегі Айғасыр Ғабит Үмбетов. 18-ші нөмірдегі Қарағыз Алмас Рахимжанов. 19-ші нөмірдегі Бренд Алдабергенов Берік иесі. 20-ші нөмірде Найман Торы Дулат Раипов. 21-ші нөмірдегі Жауынгер Сарманов Ильяс. Одан кейінгі құнанымыз 22-ші нөмірдегі Байрақ Айдос Алдабергенов. 23-ші нөмірдегі Қубас Қабанбай Батыр атамыздың Қубасы секілді. Осай жеткізбейтін жүйрік болсын деп ырымдап қойса керек. Қайсар Тау Ұлан. 24-ші нөмірдегі Жел Жирен
Тасқын Гімін серік дейді шабандозы Мұхаммед Еркебұлан. Мені құрметті көрермен, 24 жүйрікті сіздерге таныстырып өттік. Енді бұған дейін шауып жүрген құнандарымыз бар әрине. Олардың арасында атап өтетін болсақ, Серік ағамыз баптап келген, Қазбек Серік ағамыз баптап келген бренд бар. Бұған дейін бәйге қатысып жүлдеден көрінген. Одан кейін барып 6 нөмірдегі жүйрігіміз бар. Барлығын бақылап отырамыз. Хамза топ бастапты 20 нөмірдегі және 17 мен 22 сіздердің назарларыңызда. Атын атап түсіністейік, Айғасыр және 22 нөмірдегі Хамза тақымдаған құнанымыз Байрақ. Осы екі тұлпар топ бастап келе жатыр. Бірінші айналым аяқталды. Құрметті көрермен, екінші айналымға бастап кетті. Жаңа біз айтқан қос жүйрігіміз енді осы шабыспен, осы қарқынмен тұлпарларымыз әрмен қарай жүйткей береді. Шабысына шабыс қоса беретіні анық, өйткені ұзақ емес, 8 шақырым. Сол себептен де шабандоздар қазір бір-бірін анау айтқандай ұзатып қоймайды. Бір-бірін аңысын аңдайды, шабысын бағып отырады. Дәл солай, міне қараңыздар, топтасып бара жатыр жүйріктеріміз. Барлығы да бір қарқынмен, бір шабыспен теңселіп, теңіздегі кемедей толқып бара жатыр. Айта кету керек, дәл осы Ақтоғай арғымағы жыл сайын дәл осы ауылда 2 рет өтеді. Жүлдесін өздеріңіз біліп естіп отырсыздар. Қомақты құнан бәйгенің алдына 1,5 миллион төгіп отыр. 2 рет аламан болады. Біреуінің бас жүлдесі 2,5, екіншісінікі 3 миллион теңге. Енді жергілікті бәйге үшін жоғары жүлде деп ауыз толтырып айтсақ болады. Бас демеуші Қазминералс компаниясы. Дәл осы ауданда, дәл осы ауылда бәйге дамысын, бәйге әрмен қарай ілгері жүрсін, қазақтың ұлттық өнері дамысын деген ниетпен Қазминералс компаниясы жылда осы бәйгеге демеушілік жасайды. Енді осы бәйгенің өтуіне, осындай дәстүрлі өтуіне үлес қосып жүрген ағаларымыз да бар. Олардың да атын атап өтсек болады. Түркменов Бауыржан ағамыз дәл осы бәйгеге бастамашы болған арда азаматтардың бірі. Және жылда осы бәйгенің жоғарғы деңгейде өтуіне, тәртіппен, режиммен өтуіне бас болып жүрген Мақсат ағамыз бар. Осы қос азаматқа ерекше алғыс айтып өтеміз. Өздеріңіз көрдіңіздер, біз айтып жиған жоқпыз, жаңа ғана бірінші айналым бітті деп айтып едік. Міне екінші айналымды да аяқтауға жүйріктеріміз жақындап келе жатыр. Қазір осы айналымнан кейін шабандоздар тақым тастауын жиілетеді әрине. Міне Хамза көрерменнің алдына келген кезде жүйрігі топ бастауға кіріседі. Дәл солай 22 мен 17 әлде топ басында, 12, 24, 23 ізін алып келе жатыр. Топтасқан құнандар 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 құнан. Енді жалпы жиыны әуелде 24 құнан деп еді, соның 13-14-і бір-бірін бағып келе жатыр. Бір-бірінің шабысын аңдып келе жатыр. Бір-бірін ұзатпайды, бір-бірін жібермейді. Қазір енді тақым тастап, өздерінің арғымақтарының әуселесін байқап көреді, арының байқап көреді, қарқынын байқап көреді, құрметті көрермен. Міне, көрдіңіздер, жаңа екінші айналымға қарағанда, үшінші айналымда біздің жүйріктеріміз шабысқа шабыс қоса түсті. Топ бастап баратқан сол 17 нөмір мен 22 нөмірі Айғасыр мен Хамза тақымдаған Байрақ болуы керек. Бірақ сол екі жүйрікті ұзата қоятын басқа шабандоздарды көріп тұрған жоқпыз. Қазір енді әлі де шабысқа шабыс қосатын, бар жылдамдық қосатын сәтті күтіп келе жатыр барлығы. Десек те қараңызшы, жүргізіп отыр деген біз сөзді естіп отырмыз. Міне Серік ағамыз, Сүйкош ағамыз шабандозына нұсқаулық беріп отыр, жүргізіп отыр деп. Демек, әлі де қамшы салма, тақым салма деген сөзі осы қарқын, осы шабыстан жаңылма деп отыр. Барлық атбегілердің өздерінің әдістері, тактикалары
ұқсас келеді, бірақ қараңызшы, қандай шабыс. Жүргізіп отқанға ұқсамайды, барлығы аса қатты жылдамдықпен жүйткіп келе жатқан секілді. Міне жүргіз деген дауыс қаттырақ шықты. Демек, енді тақым тастап қамшы салатын уақыт жақындады. Құрметті көрермен, міне қараңыздар, дәл осы сәт, міне осы көріністі көруге ынтызар. Халықтың қарасы қалың, барлығы да демдерін ішіне тартып, қай тұлпар, қай жүйрік бірінші келеді, қайсының бағы мен бабы қатар шабады деп күтіп отыр. Барлығы да міне телефондарын шығарып, жүйріктерінің аңысын аңдып бақылап отыр. Міне қараңыздар, қос қапталдан, қос сауырдан қамшы салып келе жатқан шабандоздарды көріп тұрсыздар. О, бәрекелді, жирен қасқа. Хамза ғой деймін, Хамза. Марланның ұлы Хамза. Сенімді келе жатыр. 22-ші нөмір. Одан кейін Сигоштігі ма? 19, иә, екінші, 14, үшінші болып мәреге жақындап келе жатыр. 19-14-ші нөмірдегі жүйрігіміз мәреден өтті. Құдай сақтады, сүрініп қайтадан тұрды. 22-19-14 құрметті көрермен, 22 байрақ, 19 бренд, 14 сүлік қары. Міне үздік осы, керемет шабыс, керемет қарқын. Енді Хамзаның астындағы арғымақты көрдіңіздер, еркін көсілді, бауырын кең жазып, көсіліп шапты. Және де бүгінгі бас бәйгіні жеңіп алды. Құттықтаймыз. Хамзаның қазір жұлдызы жанып тұр, әрмен қарайда жарқырай берсін деген тілек айтамыз. Ал ізін алып келген жүйріктердің де шабысын жаман дей алмаймыз. Өте жақсы шабыспен келді. Өте мықты қарқын болды, өте жоғары жылдамдық болды. Міне бәсеке деген осындай болса керек, құрметті көрермен. Барша жүлде алған атбегілерді бүгінгі жүлдесімен шын жүректен құттықтаймыз. Жеңген бәйгілерінен жеңетін бәйгілері көп болсын. Құрметті көрермен, міне біздің аламан бәйгі басталды. Ашық аламан бәйгі, елдің әр түкпірінен келген жүйріктеріміз міне Ақтоғай арғымағы 2026 аламан бәйгісін бастады. Міне қараңыздаршы, не деген дыбыс, не деген шабыс. Қараңыздар, о, делебені қоздыратын ат тұяғының дүрсілі осындай болса керек, құрметті көрермен. Міне аман есен сөреден барлығы дерлік шықты. Міне шаңды көтеріп, міне жүйріктеріміз жүйткіп бара жатыр. О, қараңыздаршы, Ақтоғайдың шаңын аспанға көтерді. Я, қырық ат жапқан кезде осындай шаң көтеріледі, осындай керемет сәттің куәсі боламыз. Жалпы қашықтық 18 шақырым, 7 айналым болады деп жазылған. Енді осы тұста аттардың атын және аттардың иесін бір шолып шығайық. Бірінші нөмірдегі Әлхайыр, Берік Арықбаев, екінші нөмірдегі Семсер, Мұхит Әлиев, үшінші нөмірде Бақтаймас, Әбілмансұр Асқар, төртінші нөмірдегі Ерке Жирен, Қожа Ахмет Шайхин, одан кейін Ботагөз, Бақалай, Байгулжин, алтыншы нөмірде Құлагер, Нұрлан Тойжанов, одан кейін Найзаға Ералы Асқаров, Күреңбел, Қырықбай Бершімбетов, Жұлдыз Төлепбергенов Дулат, Құлагер Сержан Қапсамет, одан кейін 11-ші нөмірдегі Жел Табан Рахмет Мұхамед, Мұзбалақ Рахмет Мұхамед, екі ат алып кепті аламанға. Көк дауыл Мадияр Жалғас Олар, Қамзанов Жасқайрат, Күміс Аяқ Ақубай Құрманбек, Қозы Қоңыр Шалқар Сарқытбаев Кербез Дәулен Сарқытбаевтың арғымағы, Нарғасқа Мұхаммед Хабидолданов, Қозы Күрең Азамат Слямов, Бірлік Қанат Әбдірахманов. Одан кейін дауыл Айдар Жұмағұлов, Ботагөз иесі Күлгінбай Абдырахман, Топжарған Айбек Досаев, Қарағыз Төлеген Мақашев, Үміткөр Мақашев Төлеген екі жүйрігін алып кепті. Қақарман Дархан Секенов, Құралай Алмас Рахымжанов, Семсер Берік Алдабергенов, одан кейін Джокер Манас Байсултан Бақторы, Асан Құрманғалиевтің арғымағы,
Одан кейін Сарманов Ильяс аманатын алып келіпті. Сәкен Кәрімов ағамыздың құлагері бар. Тимка бар, Беркінбаев Айқынбектің тұлпары. Жебе Ильяс, Сарманов Қылы Жирен, Қақар Дәуітхан, Бақтөбел Айбек Қонаев. Міне бірінші айналым бітті. 28-ші нөмірдегі жүйрігіміз топ бастап баратыр. Шабандозы тізгінді тең ұстап, еркін көсіліп бара жатыр. 28-ші нөмірі ғой деймін, қателеспесек. 28-ші нөмірдегі жүйрігімізді айтайық, ол Құралай дейді. Құралай. Одан кейін жұлдызды да айтып отыр. Міне жүргізуші топ бастап баратқандардың арасында жұлдызды болуы бек мүмкін. Міне көзді ашып жұмғанша бірінші айналым аяқталды. Құрметті көрермен, 7 айналым айттық. Енді алда бізден 6 айналым бар. 18 шақырым. Қазір енді көктемгі бәйгелерге нағыз қашықтық осы деп атбегілер біледі. Топтасып бара жатыр, ұзап шыққан, қара үзіп шыққан жүйрікті көріп тұрған жоқпыз. Барлығының шабысы бір қалыпты. Енді бірінші айналым болғаннан кейін жүйріктер әрине қызуғанмен қалықтап шабады. Одан кейін екінші, үшінші айналымдарда ақырын орта шабысқа салады шабандоздар. Міне бірінші айналымда ауыздықпен алысқан арғымақтарын шабандоздар сабасында түсірген сөгілді. Бәрі толқып келе жатыр. Бір қалыпты шауып келе жатыр. Енді осы қарқыннан танбайтыны анық. Өйткені қашықтық ұзақ емес. Және де ауа райы да өте қолайлы болып тұр. Батыстан соққан, оңтүстік батыстан соққан самал жел бар. Әрине бұл аттардың шабысы үшін өте қолайлы деп айтсақ болады. Қапырық емес. Аттың шабысына осындай бір самал желдің болғаны дұрысақ. Осыған дейін Құнан бәйгеде құлаштап шапқан Құнанның үстіндегі Хамза аламанда да бой көрсетіп отыр. 22-ші нөмірдегі жүйрікпен жетіп келе жатыр. Бірақ топ бастап келе жатқан жоқ, топтың ортасында алып келе жатыр. Енді аламандағы әдісі басқа болса керек. Құнанда топ бастап еді. Міне топ бастап келеткен қош жүйріктің шабысына назар салайық. 16-ші нөмір дейді. Одан кейін бар 3-ші нөмір. Үшінші нөмірдегі Бақтаймас Асқар Әбілмәнсүрдің арғымағы. Шабандозы Алматы екен. Одан кейін 16-ші нөмір ғой деймін, қателеспесек. Үмісаяқ болу керек. Ақубай Құрманбектің арғымағы. Ол да топ бастап бара жатқанға ұқсайды. Міне екінші айналым аяқталды. Міне ақырын топ жазыла бастады. Шашырай бастады. Хамза мінген арғымақ топтың артын алып келе жатыр. Қалай болады екен, не болады екен? Қазір бақылап бағып көреміз. Міне құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызда алғашқы топ деп айтамыз. Жүйріктеріміз жеткіп келе жатыр. Олы дала төсін дүбірге бөліп келе жатқан дүлдер осы. Құрметті көрермен, қазір көзіміз жетсе, топ бастап келе жатқан арғымақтарды атап береміз. Жаңа біз айтқан екі тұлпар әлі де топ бастап бара жатқанға ұқсайды. Біреуі Бақтаймас болу керек. Айттық, осымен 10 жыл қатарынан өтіп келе жатқан бұл бәйгенің абырой даңқы да Қазақстанға жайылып үлгерді. Былтыр дәл осы аламан бәйгені Хамза отқан еді. Светл атты жүйрікпен бас бәйгені жеңіп алған еді. Биыл қай тұлпарға бұйырады екен? Міне осы сұрақ көптің көкейінде тұр. Міне үшінші айналымда аяқталуға жақын. Әуелгідегі топтасып келе жатқан жүйріктер ақын шашырап келе жатыр. Әлинұрға басын тарт дейді. Әне, төртке кеттің деген дауысты естіп тұрмыз. Атбегілердің осындай кезде жүрек қағысын түсінеміз, өйткені қазақ болған соң бізді ат шаптырғанбыз оңай емес. Көрермен болған оңай, бірақ ат шаптырған оңай емес. Өйткені өз атың шауып бара жатса,
Құдды бір өзің шапқандай, өзің жүгіргендей әсерде боласың. Сол секілді міне аттегілерде бір орында отыра алмай, тықпыршып ары қарайды, бері қарайды. Алақандарын сипап тұр, алақандар да терлеп кеткен шығар. Әсіресе соңғы айналымға жақындаған кезде тыпырлап бар, білген кеңестерін рация арқылы шабандоздарына жеткізіп отырады. Төртінші айналымға кетті, міне 40-қа жуық жүйріктен қалғанын көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Міне 11-дің шабысы сіздердің назарларыңызда. Қараңыздар, еткен керемет көрініс. Су бетіндегі қайықтай толқып баратыр барларымыз. Барлығының әдіс тәсілдері бірдей, барлығы тізгінді тең ұстап, аттарының басын әлі де тежеп келедір, тең ұстап келе жатыр. Жіберуге ерте. Осы әдіс тәсілге біздің шабандоздарымыз да, жүйріктеріміз де әбден төселген. Егер сәл басын босата берсе, арғымақтарымыз алып қашуы мүмкін. Өйткені бұлардың әлі де қосатын қарқыны бар, әлі де қосатын жылдамдығы бар. Төртінші айналымды аяқтауға жақын жүйріктеріміз. Міне қараңыздар, құрметті көрермен, әлі де сол қарагер топ бастап барадыр, жиренізін алып келе жатыр. 3 пен 15, құрметті көрермен, 3 пен 15. Үшінші нөмірдегі Бақтаймас, ал екінші болып келе жатқан 15-ші нөмірдегі жиренді айтайық, ұлар екен. Қамзанов Жасқайраттың жүйрігі екі болып екпінмен келе жатыр. Төртінші айналым бітті. Құрметті көрермен, 5-ші айналымға кетті біздің жүйріктер. Міне осы топтың арасынан, құрметті көрермен, бүгінгі бәйгінің бас жүлдесін ұтатын жүйрік шығуы бек мүмкін. Міне іріктеліп келе жатыр ғой өздері де. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Міне 11. 5-ші айналымды міне аяқтады. Жүзден жүйріктер, мыңнан тұлпарлар осылардың арасынан шығады деп жорамалдап қойық. Әдетте соңғы айналымға кеткен осындай топтың арасынан біреуі топ бастап жүреді. 5-ші айналым бітті, 6-ші айналымға кетті. Құрметті көрермен, естеріңізге саламыз. Әне қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жетеудің жарысын көріп тұрсыздар сіздер. Ұрма деген сөздерді естіп жатырмыз. Сырт жағымыздан шабандоздарына әлі ерте. Аттың басын босатпа деген кеңес айтып отыр атбегілер. Демек осы жетеудің арасында жүйткіп бара жатқан бір тұлпардың иесі біздің сыртымызда отыр.
Торма қара керма топ бастап келе жатқан. Ізін алып тағы жирен келе жатыр. Шалсын бақылап көрейік. Міне артында келе жатқан үшінші болып келе жатыр. Екінші болып келе жатқан аттардың да жылдамдығы жаман емес, бірақ бір болып келе жатқанның қарқыны қатты секілді. Шабандозы да әбден төселген. Қалай тұлпарға тақымы деген шабандоз болу керек. Атқа отырысы келісті. Қамшысын айландырып келе жатыр. Соңғы айналымға кетеді, құрметті көрермен, жүйріктеріміз. Сол себептен ерекше назар аударатын сәт туып келе жатыр. Әлі де сол қарқын, сол шабыс. Ана екеуі қатарласты, құрметті көрермен. Топ бастаушылар өзгерді, құрметті көрермен. Міне 7-15 нөмірдегі жирен топ бастады. 7, 15, 1, 29. 15, 1, 29. Әл-Хайыр 2 болып келе жатыр. 15 нөмірдегі жүйрігіміз ұлар топ бастап бара жатыр. Және 29 нөмірдегі тұлпарымыз 3-ші болып жүйткіп келе жатыр. 29-ында атын атап түсіністейік, ол семсер екен. Алдаберген Беріктікі. Айсұлтан Саматұлы тақымдаған Серік Қазыбековтің баптап берген арғымағы болу керек. Соңғы айналым деп хабарланды. Құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызда қос тұлпар. Егер көзіміз жетсе, біз номерінде айтайық сіздерге. Екеу ғой, қос мықты. Біреуі сол 15 нөмірдегі жирен қасқа болу керек. 15 нөмірдегі жүйрігіміз ғой бұл. Ұлар. Өлді топ бастап еді. Әлі де сол топ бастаудан жаңылмай келе жатыр. Ілесіп келе жатқаны қайсысы? Қызыл шалбар киген 29 нөмірдегі жүйрігіміз екен. Қазір 29-ды жаңа ғана біз атын атап едік, семсер. Семсер келе ма, жоқ әлде ұлар келе ма? Семсер мен ұлар топ бастап келе жатыр. Ізін алып келе жатқан 1, 2, 3 жүйрікті көріп тұрмыз, бірақ олардың шабысы қатты емес. Үшінші келе жатқан жүйрігіміздің шабысы жақсы, бірақ 4 пен 5 сәл баяулап қалғанға ұқсайды. Бірақ құйрығын көтеріп келе жатқан ағылшын араб тұқымы болуы мүмкін. Олар Хамзанов Жасқайрат Мұхаммед Таңжарғы екен. Шабандосы бапкері Ералы Кісімел. Жетісу облысы Алакөл ауданы Үшарал қаласындікі. 29 нөмірдегі әлде жүйтіп келе жатқан жүйрігіміз бар, семсер деген. Алдаберген Берік Саматұлы Айсұлтан Қазыбеков Серік. Жетісу облысы Ақсу ауданы Қапал арасы ауылы. Міне, екі тұлпар, құрметті көрермен, екі тұлпар, екі жүйрік қатарласып келе жатыр. Олар мен семсер. Серік Қазыбековтың семсері мен олар екеуі қапталдасып, қатарласып, қабырға жанастырып келе жатыр. 29 ба, жоқ әлде 15 ба? Олар ма, семсер ма, құрметті көрермен? Олар семсер, қайсысы құрметті көрермен? Міне, құрметті көрермен, екеуі де қатар кірді. Қайсысы кіргенін қазір төрешілердің шешімінен кейін айта түсеміз. 3-ші нөмірдегі жүйрігіміз әрине 3-ші болып мәреге кіреді. Ол бақ таймас. Ал семсер мен олар қатар кірді. Тағы айтылып айтамыз. Ал 4-ші болып келе жатқан 1-ші нөмірдегі тұлпарымыз Әл-Хайыр. Әл-Хайыр да топ бастаған тұлпарлардың бірегейі. Міне, біздің алдымыздан 4 жүйрік өтті. Енді 5-шісін күтеміз, өйткені 5 орынға жүлде бар, құрметті көрермен. Міне 4-ші нөмірдегі тұлпарымыз, құрметті көрермен, Ерке Жирен Шайқин Қожахмет Исаұлы, Әнуархан Нұрсұлтан шабандозы Исаев Бердібек Тарбағатай ауданы Жамбыл ауылын кекен. Сонымен жүлдеге тігілген 5 орында иелері анықталды. Құрметті көрермен, біз 5-еуінде атадық, бірақ 1-ші орын қайсысы болғанын қазір бас төрешінің шешімінен кейін жариялаймыз. Мына құрметті көрермен,
бас төрешінің шешімі шықты. Фотофиништің қорытындысы бойынша Серік Қазбеков дайындаған семсер бас жүлденің иесі атанды. Ал ұлар, әуелден топ бастаған ұлар екінші орынға ие болды. Осымен 5 жүлденің егерлері анықталды. Барша атбегілерді жеңіске жеткен шын жүректен құттықтаймыз. Ал біз келесі аламан бәйге ойсамыз, жергілікті аламан жүйріктері қазір жарыс алаңына шығады. Соны сіздермен бірге тамашалаймыз. Мына құрметті көрермен, жергілікті жүйріктердің аламан бәйгесі басталды. Мін төрешілердің белгісін естідіңіздер. Мына керемет шабыс міне. Бәйге басталғаннан жүйріктеріміз бар жылдамдықпен жүйткіп бара жатыр. Ол түсінікті. Өйткені қазір шыға салысымен ауыздықтарын қарш-қарш қайнаған арғымақтарымыз алысқа демейік 3 шақырымға дейін шаңды аспанға көтеріп жылдамдықпен шаба түсетіні анық. Ой болса, бүгінгі жергілікті жүйріктерді таныстырайық. Аламан бәйгеге қатысып отқан бірінші нөмірдегі жұлдыз иесі Нұржан Есенжолов. Одан кейін Ботагөз Бекболат Есенжолов, ол да ағайынды болу керек. Қарагер Айдос Ығышев, Айғабақ Серік Ығышев, Лашын Руслан Мұңсызбаев, Мұзбалақ Руслан Мұңсызбаев. Екі аттан қосып отыр екен жергілікті жігіттер. Аян Досаевтың Ботагөзі бар, Данияр Айнамқұловтың Құлағасқасы бар, Әлижан Дана Хантора, Шиғасқа Фархат Айдынов, одан кейін Бумер дейді Нұрзат Нұрғалиев, Назғоңыр Төлеген Әбілмәліков, одан кейін Қоянғасқа Ерхан Самғау, Сұржекей Қаташев Қуандық, Айғасқа Данияр Айнамқұлов, Нұрғасқа Қарабаланов Сәбетхан ағамыздың Нұрғасқасы екен. Одан кейін тағы да Сәбетхан ағамыздың Қараторғайы бар, Қарабаланов. Одан кейін Нұржан Мұхамеджанов, ол да Қараторғай, Тұмар Мұхамедиев Ерболат, одан кейін Көзайым Тойлыбаев Бейсенбек және Найзағай Тойлыбаев Бейсенбек. Көкдауыл Дөкіртов Саят, Гүлсары Қайнар Данабеков, Қарагер Талғат Садықов. Енді айта кету керек, бұл жерге қатысып отқан жүйріктердің барлығы Қопа, Ақтоғай және Таңсық ауылының тұлпарлары. Енді былтырғы қарағанда бұл бәйге қатысатын жүйріктердің қатары өскенін айта кетуіміз керек. Міне 24 жүйрік жарыс алаңында жүйткіп бара жатыр. Былтыр да дәл осындай жергілікті аламан аттарына арналған бәйге болған еді. Сол кезде бүгін бәйге қосып отқан Бауыржан ағамыздың жүйрігі бас жүлдені жеңіп алған еді. Биыл да 9-ші нөмірмен Хантора атты арғымақты қосып отыр екен. Қопа ауылынан Дана Әлижан. Енді былтырғы жетістігін қайталай ала ма дегенде сұрақ бар. Оны қазір бәйге барысында көріп білеміз, құрметті көрермен. Енді жергілікті жүйріктердің шабысына екпін қоюы дұрыс, әрі маңызды деп айтамыз. Өйткені жергілікті жүйріктерді, жергілікті атбегілерді ынталандыру мақсатында. Әрмен қарай осы атбегілік өнерді дамытсын деген ниетпен осы Kaz Minerals компаниясы осы бәйгеге ерекше көңіл бөліп отыр. Себебі бас жүлдеге тігіліп отқан қаржыда қомақты 3 миллион теңге. Бірінші орын келген аттың иесі 3 миллион теңгенің иесі атанады. Құрметті көрермен, бірінші айналым аяқталуға жақын. Тұлпарларымыз төрт аяқтарын тең тастап, бауыр жазып, жүйткіп келе жатыр, шауып келе жатыр, топ бастап келе жатқан. Егер біз қателеспесек, бірінші нөмірдегі арғымағымыз болу керек. Дәл солай, бірінші нөмірдегі жүйрігіміз топ бастап келе жатыр. Жергілікті жүйрік екені анық, жұлдыз екен ол аты. Жұлдызымыз жүйткіп келе жатыр. Топ бастап келе жатыр, бірақ екінші, үшінші топта келетқан жүйріктерді біз есептен шығармаймыз. Олар алдында кетіп баратқан арғымақтардың аңысын аңдып келе жатыр. Бірінші айналым аяқталды, айта кету керек. Құрметті көрермен, 7 айналым бар. Сол себептен біздің алдымызда әлі 6 айналым болатыны анық. Бұл жерде құрметті көрермен, шабандоздардың да ерлігін ерекше атап өтуімізге болады. Бір емес
3 бәйге, 4 бәйге қатар шауып атқан шабандоздарымыз бар. Мысалға Хамзаны атасақ болады. Азаматтың ұлы Әмірді айтсақ болады. Бәйге басталғалы аттың үстінде әлде жүйткіп келе жатыр, әбден шыныққан, әбден төселген тастақым шабандоздарымыз біздің. Ел намысын қорғап жүрген жігіттеріміз. Енді айта кету керек, қос шабандозымызда оған дейін іргелі бәйгелерде өнер көрсетіп жүр, республикалық бәйгелерді отып жүрген шабандоздар. Хамза Батыр көшпенділер жарысына да қатысты, сол жерде жұмыртияқпен жүлдеге ілінді. Ал Амир болса, осы Абай облысының арғымағымен талай бәйге отты. Мейрамхат ағамыздың арғымағымен талай бәйгеде топ жарған, Астана Кап бәйгесінде жеңіп алған Әмір бұл. 15 миллион теңге тігілген бәйгеде бас жүлде отқан Әмір бұл. Сол себептен осы Әмір мен Хамзаның қазір жұлдызы жарқырап тұр деп айтсақ болады. Тіл көзіміз тасқа, алар асуы мен бағындырар биіктері көп болсын деген тілек айтамыз. Бұлар біздің батырлар, бұлар дала профессорлары, аттың тілін ерекше меңгерген біздің болашақ батырларымыз. Екінші айналым аяқталуға жақын, құрметті көрермен. Әлде сол бірінші нөмірдегі жүйрігіміз топтың басын берер емес. 26 нөмірдегі бес қасқа екі болып құйрық түстесіп келе жатыр. 26 нөмірдегі жүйрік екен. 26 нөмірінде атын атап түсін түстеп қойық. 26 кейін қосылған болу керек, тізімге жазылмаған. Сол себептен қазір жүлде алып жатса, оның да атын атап түсін түстейміз. Ерекше шабыс, ерекше қарқынмен келе жатыр. Екінші айналым бітті, құрметті көрермен. Алда әлі 5 айналым бар. Осы орайда осы жергілікті аламан бәйгенің жүлдесін назарларыңызға ұсынамыз. Жалпы 18 шақырым екенін айттық. Бірінші орынға 3 миллион, екінші орынға 2 миллион, үшінші орынға 1,5 миллион, төртінші орынға 1 миллион теңге, бесінші орынға 500 мың, алтыншы орынға 300 мың және жетінші орынға 200 мың теңге 7 жүлде тағайындалған. Осы 7 жүлде үшін қазір болып жатқан жарысты сіздер көріп отырсыздар. Әдемі шабыс. Енді бұл жерде шауып келе жатқан жүйріктердің көпшілігі буданаттар, құрметті көрермен. Ағылшын, араб, ағылшын деген бар, кейін қазақы ағылшын бар, түрлі тұқымды буданаттар бар. Енді аттың бітіміне қарап, аттың шабысына қарап біз солай бағамдап отырмыз. Енді буданның арасында да мықтылар шығып жүргені бесенеден белгілі. Оны ілкі заманнан бастап осы будан атты біздің қазақ жанында серік еткен, ерекше жүйріктер осы будан аттан шығатында айтып өткен. Қателеспесем, соны 15-ші ғасырларда, 16-ші ғасырларда Шалгиіз бабамыз былай деген еді: азаматқа көп өрдім, садаға кетсін туғаннан, арғымаққа көп міндім, садаға кетсін буданнан деген. Сол себептен осы будан аттың сонау заманнан бері осы бәйге алаңында жүйріктігімен танылғанын біз білеміз. Екі айналымды аяқтаған жаңа ғана айттық. Міне үшінші айналымды тамамдауға келе жатыр біздің жүйріктеріміз. Әзірге Қараүзек топты бастап жеке шыққаны жоқ. Барлығы да бір қалыпты сабырмен шауып келе жатыр. Өздерінің аттарының, өздерінің жүйріктерінің шабысын бағамдап келе жатыр біздің шабандоздар.
Бұл топырақта туған тұлпарлар талай бәйгеде топ жарғанда біз біліп көріп жүрміз. Осы уақытқа дейін осы Аягөз ауданының атағын шығарған Советхан ағамыздың жұлдыз деген жүйрігі болған. Талай бәйгеде топ жарып, атақты жұмыртұяқпен шайқасып озған кезі болған. Міне сол топырақтың тұлпарлары міне жүйткіп келе жатыр сіздердің назарларыңызда. Енді әбден бабы келіскен жүйріктері осы сәтте көзге көріне бастайды. Ақырын алдыға шығатын уақыт жақындап келе жатыр. Мына аттың шабысымен бірге уақытта сырғып келе жатыр. Сол себептен шабандоздар тақым тастайтын сәтті күтіп келе жатыр. Қазір атбегілер ақыл кеңестерін айтады. Енді дәл осы жергілікті жүйріктердің жарысына Сүйгөш бауырымыз ат қосқан жоқ. Әйтпесе Сүйгөштің даусын сіздер анық еститін едіңіздер. Жүргіз деп бағана Құнан бәйгеде де, Аламан бәйгеде де өзінің шабандозына бар даусымен кеңесін беріп отты. Енді екі бәйгеде де жүлде бөлінді. Сүйгөш бауырымызды тағы бір құттықтап қойсақ артық болмас. Енді жергілікті жүйріктердің арасында жұлдызы жанғаны қайсысы, жұлдызы жанатыны қайсысы. Соны күтіп отырмын. Көрермендердің барлығы анталап барған сайын осы бәйге алаңына жақындап келе жатыр. Ол түсінікті, өйткені бәйге шапқан кезде, жүйріктер шапқан кезде қай қазақтың болмасын делебесі қозып тұрады. Атпен бірге жүректері де қатар шауып тұрады. Сол себептен болса керек, қазақ пен жылқының жаны егіз дейді қазақ. Мына құрметті көрермен, соңғы айналымға жүйріктерді шығарып салдық. Мәне керемет. Бірінші шауып бұратқан жүйріктің шабандозы ауысып кеткен ғой деймін. Ақ киім киген, ересектеу келген бала тақымдап бара жатыр екен. Ізін алып бере жатқан Қанторы Олжан ағамыздың жүйрігі. Мына біздің артымызда бәйгеден қалыстап қойған шабандоздар да келе жатыр. Мынау жирен қасқа, бес қасқа өлді топ бастаған сіздерге айтқан едік. 26 нөмірдегі бәйге алаңнан шығып қапты. Бәйгісі мүмкін алда шығар, ұтатын жүлдесі алда шығар. Бірақ шабысы, алғашқы айналымдағы шабысы көпшіліктің көңіліне қонған еді. Міне соңғы сәт, соңғы 800 метрлік қашықтық. Міне 3-4 минут. Біреу көзге тұрғандарын айтайық, құрметті көрермен. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10. 11, 12 атты әлде келе жатыр. 13 атты көз үшін әлініп тұр. Бірақ осылардың арасында жетеуіне жүлде беріледі, құрметті көрермен. Бірақ барлығының күткені бас жүлде. Қайсысы құйындатып келеді, қайсысы желмен жарысып келеді, соны күткен көрермен көп. Міне, төрт тұлпарымыз. Міне, топты бастап шықты ма, үшеу ма, төртеу ма? Құрметті көрермен. Міне, үшеу. Міне қараңыздар, керемет тартыс, керемет жарыс.
Міне бәйгеден дәмелі біздің дүлдеріміз Ақтоғай даласын дүбірге бөліп жүйткіп келе жатыр. Бірінші болып топ бастап келе жатқан әрине 6-шы нөмір ма? 9-шы нөмірдегі Ханторы. Ал екінші болып мәреге жақындап келе жатқан 1-ші нөмірдегі болу керек. 18-ді анық көзіміз көрді. 9-шы нөмірдегі Ханторы 1-ші орын. Ал 18-ші нөмірдегі 3-ші орынға ие болған ол Қараторғай. Мұхамеджанов Нұржан, Арнұр Саматұлы, Берікқан Қайырбеков. Ал бірінші келген жаңа ғана біз бәйгі барысында былтыр ғана осы Бауыржан ағамыздың жүйрігі бас жүлдені жеңгенін айтқан едік. Міне екінші рет құрметті көрермен тағы да Ханторысымен бас бәйгіні жеңіп алды. Дана Әлижанның жүйрігі бүгін дара келді. Құрметті көрермен, құттықтаймыз. Санжар тақымдаған екен шабандозы Дана Әлижан Қопа ауылының кереметтей жүйрігі Ханторы бүгін өзін жүйрік екенін, тұлпар екенін дәлелдеді. Осымен 2 мәрте Дана Әлижан осы Ақтоғайдың арғымағы атанды. Құттықтаймыз. Сонымен міне құрметті көрермен 7 орынға жүлде тігілген еді. Мәреден 7 жүйрік өтті. Сол себептен бүгінгі жеңіске жеткен, жүлде алған барша шабандоздар мен атбегілерді біз шын жүректен құттықтаймыз. Керемет шабыс, керемет қарқын, әсіресе Ханторының шабысы бүгін көпшіліктің көңіліне қонып, көпшілікке ерекше ләззат сыйлады деген сенімдеміз. Осымен Наурыз мерекесіне арналған Ақтоғай арғымағының 5 қашықтық бойынша өткен бәйгісі аяқталды. Қазір сіздермен бірге біз марапаттау рәсімін көреміз. Жүлдеге ілінгендердің жүзінен көрінген қуанышты байқаймыз. Казминералс компаниясы соңғы жылдары ұлттық спортқа әсіресе ат бәйгесіне, арт спортына өте үлкен назар аударады. Осының нәтижесінде соңғы 3-ші жыл Ақтоғай Қопа және бүкіл Айгөз ауданы облыс көлемінде, республика көлемінде ат бәйгесінде өткізіп жатыр, соған демеушілік көрсетуде. Қазіргі таңда Ақтоғай және Қопа ауылдарына, Таңсық ауылдарынан ат спорты дамып келе жатыр. Оның нәтижесінде бүгінгі бәйге өте керемет бір көрсеткіші болды. Өзіміздің жергілікті Ақтоғай Қопа Тарлаулы өзіміздің Айгөз ауданынан өте көп қатысушылар қатысты бүгінгі бәйгеге, және ұйымдастырушылар тарапынан бәйге жоғары деңгейде өтті, және компания Казминералс Ақтоғай әрқашанда ұлттық спортқа, қазақша күрес, ат бәйгесіне ерекше назар аударып демеушілік көрсетуде, және осыны біз дәстүрді түрде жалғасын табады. Осы регионда осы ұлттық спортымыз дамиды деген ойдамыз. Достар, марапаттау сәтін көрдіңіздер. Жүлде алған жалпы атбегілер, шабандоздардың жүзінен әрине қуаныштың белгісі көрінді. Барша атбегілерді және шабандоздарды біз бүгінгі жүлдесімен, бүгінгі бәйгісімен шын жүректен құттықтаймыз. Біз бәйгі барысында айттық, дәл осы Ақтоғай арғымағы дәстүрлі бәйгісіне жыл сайын Казминералс компаниясы демеушілік көрсетеді деп. Енді жаңа ғана осы Казминералс компаниясының мамандары дәл осы бәйгінің маңызына тоқталып өтті. Енді дәл қазір менің жанымда Талғат бауырымыз отыр. Тәке, өзіңіздің қызметіңізді айтып өтсеңіз біріншіден. Менің қызметім жергілікті тұрғындармен өзара іс-қимыл жөніндегі координатор, есімім Төлеген Талғат Советханұлы. Осы жергілікті тұрғын Қопа ауылының азаматы болып танылам. Жаңа өзіңіздің әріптесіңіз 3 жыл қатарынан осы демеушілік көрсетіп келе жатқанын айтты. Осы тұрғыда енді 3 жылдан бері қандай да бір ілгерілеу, қандай да бір даму бар ма?
Әрине сөзіңізге дәлел ретінде осы алдыңғы жылдары өткен дүбірлі додаларды біз айта аламыз. Одан кейінгі міне биылғы жылғы ағымдағы жылы 2026 жылдың 25 сәуірінде өткен дүбірлі додада қаншама ат осы бақтарын сынап 100-ден аса жығылды қатысушылардың саны. Бұл дегеніміз осы жарыстың деңгейін жылдан жылға өсуін, алдыға қарай ілгерілік бар екенін бұл бірден бір дәлел деп нық айта аламын. Бұдан да жылда осындай қолдау көрсете беруді біз жоспарлап отырмыз. Осы жергілікті тұрғындарды, осы жергілікті балалар атқа отырып, жергілікті ауыл азаматтары ат ұстап, ат баптап, осындай қазақтың қанына біткен ұлттық төл өнерімізді дамытуға деген үлкен сенім бар. Сол себепті біздің басшылық құрам Казминерловск Ақтоғай компаниясының басшылары да жаңағы осындай ат спортын, ұлттық спортты дәріптеу мақсатында қолдау көрсетуге өздерінің оң ойлары бар екендігін бізге айтып, жаңағы осыны бізге жеткізуді жаңағы аманат етіп табыстаған еді. Жақсы, енді осы көктемде бір бәйге өтеді, сен қателеспесем, күзде тағы да бір бәйге өткізесіздер, солай емес пе? Иә, бізде енді биылғы жылғы Ақтоғай және Қопа ауылының жергілікті ат бегілері, жергілікті тұрғындарының сұрауы бойынша жылына 2 бәйге сұрап отыр. Енді дәстүрден жаңылмай осындай қолдауды көрсетудің негізі жоспарымызда бар. Жақсы, көп рахмет, істеріңіз берекелі болсын. Әрмен қарай осы қазақтың ұлы спортын, ұлттық спортын дамытып қолдап жүре беріңіздер. Рахмет. Көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен біздің трансляция аяқталды. Керемет бәйгінің куәсі болдыңыздар және естідіңіздер. Осы жылдың соңында, яғни күзде тағы осындай Ақтоғай арғымағы бәйгісі өтетіні хабарланды. Сол кезде, сол дүбірлі додада сіздермен қайта жүздескенше дейміз. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі дүбірде, келесі бәйгіде жүздескенше аман болыңыздар дейміз.